Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын песочный печенье дайындаймыз. Ең алдымен бізге осындай бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын салып, осылай шанышқымен араластырып алу қажет. Шанышқының орнына миксерді қолдануға да болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып, толықтай қантымыз бен майымыз араласқан уақытта жұмыртқаны салып, тағы да барлығын жақсылап шанышқымен араластыруды жалғастырамыз. Сұйық майымызды құйып, кукуруз крахмалын қосамыз. Тағы да барлығын араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, оған қопсытқышты қосамыз. Барлығын араластырамыз. Жақсы араласу үшін осылай ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп қосқанымыз жақсы. Бірінші бөлігін араластырып болған соң, қалған ұнның бөлігін салып, тағы да шанышқымен араластырамыз. Араластыру қиындаған уақытта шанышқыны қолымызбен тазалап, қамырды ары қарай қолымызбен илейміз. Мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде жаңа, сенімді, өзім үнемі қолданатын рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмай, бірінші болып көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға орналастырамыз. Қамырдың өзімізге ыңғайлы кішкене бөлігін алып, осылай қолымызбен дөңгелек шарик қалпына келтіріп, содан соң одан осылай қолымызбен сопақша формаға келтіреміз. Барлық қамырымызды дәл осылай етіп жасап шығамыз. Негізінде өздеріңізге ыңғайлы басқа да кез келген форманы қолдансаңыздар болады. Яғни басқа формаларыңыз болса, қамырды жайып, сол формамен кесіп орналастыруға да болады. Мен осылай жасадым. Барлық қамырымызды осылай шарик қалпында жасап, сопақша формаға келтіріп алдым. Енді осы печеньеларымыздың формасын осылай шанышқының көмегімен үстінен басып шығамыз. Сонда біздің печеньеміздің ерекше бір түрі пайда болады. Барлығын осылай жасап шығамыз. Печеньеларымыз дайын. Енді осы печеньені қызып тұрған пешімізде 160-180 градус аралығында шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз осылай болып әдемі, қоңырқай болып пісіп шығады. Енді ол суығанша шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майымызды микроволновкада немесе ыстық судың ішіне салып ерітеміз. Осылай ерітіп, барлығын біріктіріп араластырамыз. Шоколадымызды шетке қарай алып, осындай пергамент қағазын қолданамын. Бұл бізде шоколадтарымызды қазір печеньеға жағылған кезде асты жабысып қалмау үшін осындай пергамент қағазын қолдануға кеңес беремін. Сол кезде біздің печеньеларымыз асты жабыспай оңай алынатын болады. Осылай барлық печеньені видеода көрсетілгендей етіп, аунатып, шоколадқа салып шығамыз. Негізінде өздеріңіздің қалауларыңызша шоколадқа аунатсаңыздар болады. Мен осылай жартысын ғана салып шықтым. Енді осы шоколадқа аунатылған печеньеміздің толықтай шоколадқа қатып суығанын күтеміз. Міне осындай өте әдемі болып шығады. Толықтай суығаннан кейін біздің печеньеміздің бетіндегі шоколадтар қатып, осылай қолымызға жабыспайтын болады. Осылайша біздің печеньеларымыз өте жеңіл әрі тез дайын болады. Дәмі өте керемет, чаймен ішкенге өте тамаша үйлеседі. Балаларыңыздың сүйікті астарына айналады. Жасалу жолы өте оңай. Сіздерде дайындап көрулеріңізді сұраймын. Бұл видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер видеоны дәл осы жерге дейін көрген болсаңыздар, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлім.